аккуратно видео Инстаграм аккаунты заблокировать. тура аяқ киім сататындар сияқты өзің шақ тұр деп. Йоу, барлықтарыңа сәлем. Менің аты жөнім Бақберген Сұлтан, және де менімен достарым Мен Нұрғазы, Димас. мен Нурик, короче. Бүгінгі серия өте қызық болайын деп жатыр. Сол себепті каналға жазылыңдар және де қоңырауша басыңдар. Біз сендерді көп ұстамаймыз. Ал кеттік. Жобамыздың ең алғашқы серия шыққан кезде біз уже Instagram және OLX ашып қойған болатынбыз. Instagramда әзірге реклама жасамағанға қарамастан, OLX-та біз бизнес аккаунт сатып алған болатынбыз. Не себепті бизнес аккаунт аштыңдар десеңдер, ол онсыз да белгілі магазиніміздің атын атау үшін, оның логотипін қою үшін, және де сол бизнес аккаунттың ішіне ең алғашқы салынған 3 постқа тегін продвижение кірген болатын. Соның бәрі, яғни бизнес аккаунтты ашу 1200 теңге болды. Короче, қазір өмірден қайтып келе жатырмын. И, блин, уже понедельник болып кетті. Біз әлі бірде-бір коробка біз әлі де бірде-бір кроссовка сатқан жоқпыз. Коробка іздеп жатырмын. Короче, біз алғанымызда өзі коробкамен келмейді екен да, версиясы біз алған версия. И коробка бөлек табу қиын болады. Біреу тапқан едім, вроде 500 теңгеге әдемі коробка. Но в наличии жоқ, только среда болады дейді. Қазір Дәулет Акбар базарына кетті. Сол жерден көріп жатыр. Мен өзім интернеттен онлайн іздеп жатырмын. OLX-тан там Instagram'дан пока что онша емес 2 магазин таптым. Юнеде жазған, біреуінде жоқ, біреу бар деді. Но енді жауап қайтармай жатыр. Қазір звондап көрем. Короче, коробка, әдемі коробка таптым. Өткенде тапқан болатын, 2 күн бұрын. Бірақ сәл уақыт болмай неғылмай сөйлестім. Жол сөйлестім, келістім қазір. Сататын есік алдында тұрмын, күтіп тұрмын. 6 штук 600 теңгеден ақ коробка, качествосына жақсы деп ойлаймын. Қас көреміз. Йоп, короче, алдым. Андай жабық, то есть әлі разобранный күйінде екен. Короче, үйге барып жинаймыз. Уже почти предпоследний коробканы жинап жатырық и, собственно, былай әдемі көрініп жатыр. Енді бұмен тағы да суретке түсіреміз и наконец-то сатамыз. Кстати, коробканың сапасын қараңдар. Бәрін клиенттер үшін аккурат. Енді аккуратно дейін деп жатқанда коробка уақытта жүремін. Коробканың бәрін аккуратно өзіміз әр коробканы жинап тексеріп и коробкадан бөлек әр кроссовканы тексеріп салады. Так что бірінші заказдар өте ұзақ, қиын сатылғанымен саты сәйкесінше өте качественный болады и адамдар, ну, надеюсь, типа бірінші качествоға жасау керек. Бірінші емес, вообще негіз качествоға жасау керек. Стоп қойдым. Ой. Стоп қойдым. Уақыт кетіп жатыр. Сенің айфон білмейтін болсын. Қостың ба? Сенің ауылдан келген досың. Қосып қоймадым негіз. Наконец-то бізде жаңа поступление. Nike Air Force 1-лер ақ түсті. Размерлер 40-тан 44-ке дейін бар. Судай жаңа. Заказ бере берсеңіздер болады. Ұзақ күткен коробкаларды алғаннан кейін бірден мен Instagramға реклама жасадым. Видеодан көргендеріндей осындай кішігірім креатив түсірдім. Және де Air Force жайында толық информация жазылған постты таргеттелген реклама жасадым. Жасаған таргеттің құны $1-дан 4 күнге қойдым, және де налогтармен $4.48 болды. Теңгеге аударғанда ол шамамен 2200 теңге болды. Бірақ мен алда тағы да бір постқа реклама жасаймын деп алдын ала есептеп, запаспен 3000 теңге рекламаға арнадым. Коробкаларды алып, оларды құрастырып, реклама Instagramға салғаннан 1 күн өтті. Соның ертесі
реклама жасадым, әрине таргеттелген реклама, бірақ әзірге ешкім сұрап, ешкім жазып отқан жоқ. И инстаграмда да өз 4-ақ пост, оның 4-еуі де бір кроссовка жайында айналдырып келіп, былайша айтқанда ассортимент аз болғандықтан білмеймін, алмай жатыр ма, или просто сәл күту керек па, түсінбей жатырмын өзімде. Құдай қаласа енді алады деп үміттенемін, бірақ уже балдармен бізде так счетта 37.200 теңге қалды. Балдармен ойлап жатырмыз, тағы да бір ассортиментке тағы да бір кроссовка аламыз деп. Ол Nike Air Jordan түсін көреміз, бірақ осенний версиясын. Біз алатын оптовикте бар екен ол. Бағасы да өте әдемі, бірақ бюджет жетпейді. Оның доставкасымен және коробкаларымен есептегенде бізге тағы да бір 10.000 теңге табу керек, грубо говоря. Соны қазір ойластырып жатырмыз. Айдан жарсыңдар, сендердікі 50.000 теңге емес қой, типа 50.000 теңге сендердікі 95 болып кетті ғой деп айдан жарсыңдар. Ол да дұрыс болады, бірақ біз тезірек емес енді, жақсырақ масштаб үйрететіміз келеді, үлкейгіміз келеді. Сәйкесінше по-любому ақша сәл үстінен қосу керек. Мен ойлағам негізі, типа, 50.000 теңгенің өзі де мынадан жетеді деп ше, кроссовкаға сөйтем, жетпейді екен. Былай қазір заказ беріп қойып, коробканы қарасып жатқан кезде ойланасың ғой, ё-моё, типа, адамдар алып, қызығып, сен даже инстаграм аккаунтыңа кіру үшін де хотя бы 3-4-5 нәрсе ассортиментте болу керек адам. Выбор болу үшін, адамда сенім болу үшін, бұл алдап көтереміз қой деп үшін ше. Сол себепті сәйкесінше 50.000 теңге деген ақшамен сәл арзанырақ нәрсені істеп көру керек екен. Немесе сәйкесінше өзің кроссовка бірдеңе істейтін болсаң, сәйкесінше ақша көбірек керек екен. Или сапасы жаман нәрсе аласың, бірақ мен ондай нәрсе алғым келмейді. Кстати, біз алып жатқан нәрсе, біз алып жатқан кроссовканың сапалары прям жақсы. Базардағылардан сәл жақсылау десе де болады. Ке. Күче. Ой, мына пацанға бар. Короче, тағы да қосып отыр ақша. Әркім сәл өзін бергеннен тастап. Шын айтам. Болды, қазақ сатамыз, давай, пока. Сонымен бәріміз ақылдаса келе, тағы да ақша қосатын болып шештік. Сөйтіп ортаға қосымша 10.000 теңге қостық. Және бағана қараған аяқ киімге заказ бердік. Короче, поставка келді. Уже біздің екінші кроссовкаларымыз, барып алып келем. Одан кейін подробно көрсетем, ашып көреміз бірге бәріміз. Соңғы поставкам Нұрғазы алған еді. Қазір мен сәл адасып іздеп жүріп, наконец тапқан сияқтымын. Анау жақта тұр. Сервер көжетеді. Қазір барып алам. Очек бойынша аласыз или шын айтады сол ба? Жүр, айда. Сұлтан деген. Мен болмады. Иә. Чек бар. Әнерге жаздырма бар. Сұлтан деген. Иә. Жаздырма. Айда берсеңізші. Так, екі. Қазір алам. Живи, век учись дейді. Қазіргі доставканы алдым. Қанша кеп жүрген базарын, күніге продукт алатын базардың басқа қырынан көрдім. Осындай доставка, груза, перевозка бар екен. Неше түрлі қызықта адамдар өздерінің доставкаларын алып кетіп жатыр. Мен бірінші рет ондайды көріп тұрмын. Өзім айтқандай, век живи, век учись. Өмір бәрін көрсе деген. Қазірше осылай қолмен, автобуспен алып қайтамыз. Бірақ иншалла алда машинамен алып қайтамыз деген ниет бар. Өзімнің машинамда деген дейді.
соған пландаған машина да жоспарда бар, құдай қаласа. Нұрғазы бірінші видеоны енді көріп жатыр. Дайын кезіміз. Көрдіңдер? Иә, дұрыс айтады маған. Нұрдәулет түрін көрсетіп видеоны. Мақыл жарайды. Білмеймін. Димашындары hello darkness my friend. Біреузе мұңайып отыр ғой. Ассалаумағалейкум. Короче, блин, самый ответственный, самый күшті моменті мына пацанның коробканы распаковка жасаған моментін. Угадайте, не істедім? Түсірмей қойдым. Отырмын. Отырмын өзінше мобилограф бүйтіп. Бірақ плейді баспайды. Короче, қысқаша айтқан кезде міне Jordan, Air Jordan. Бұл 40. Бұл жолы 45-ші размер бар, блин, 45-ті кімге сататын білмейсің. Нұрдәулет. Андай мен басынан кемсе жаман болады дегенде, иә? Не көреді? Киіп көрген ғой? Киіп көрген жоқсың ба? Киіп көрмейді, киіп қылашын ба? Кішкене адамдар киеді ғой. Ой, 15 қабаттап бірден кисең де болмайды. Ну, типа этикет қой, сен қазір киіп көрсең уже не, да? Да, не спойлер. Ананты киіп көрген жоқпыз ғой? Иә. Бірақ качествосы мен ойлағандай жаман емес екен. Но мен ойлағандай күшті де емес екен. Ну как? Среднячок. Иә, среднячок, я дұрыс айтасың. Ну, поносить можно. Ана неше? Люкс копиялар ше, которые оптом 14 тұратындар. Оларды неде магазиндерде, именно Jordan'да емес, именно Air Force'дар ше, неге сатады? 25-24 сондайға. То есть біздікі наценка прям көп емес, біздікі нормальный. Мен ойлағам көп ше. 40 па? 40 саған шақ па? Малыш, я понял, пацан. Кәм мынау 41 ма? Саған 42 сылсан 42 ғой. Тоқарсың? Ой, қарай берсің, болмайды. Кішіне Не қылады? Табанымен мына жерге табанымен саусақпасымен Иә, прикинь. Жоқ, қарамын. Бір теміз қойдық, бір теміз. Жоқ, мына ішімен жағы мына жерден мына жерге дейін. Көрсет алмаймын, короче, өздерің көрінді. Балдармен Air Jordan'дарды распаковка жасағаннан кейін ертесіне оны суретке түсіріп инстаграмға салып наконец-то продажалар жасаймыз деп қуанышпен жүрген сәтте бір жағымсыз нәрсе болды. Қазір сәл настроением түсіп кетті. Блин, неге екенін білмеймін. Инстаграмда заблокировать етіп тастады. Unity кездікті. Қазір не тастадым, типа обратное заявление, типа, ну, короче, скреспи мне үшін заблокировать етіңдер деген. Бірақ білмеймін, сәл уайым пайда болды. Көреміз, қазір прорвемся, короче. Бірақ не де болса сонымен тоқтап қалған жоқ және тоқтап қалмайды да. Сол себепті ертесіне Нұрдәулет екеуміз аяқ киімдерді суретке түсірдік және де сол күннің ертесіне мен барып тағы да коробка сатып алып келдім. Короче, экстренное включение десе де болады.
Инстаграм аккаунты заблокировать етті. Бағана көрсеткенем ғой, кеше ғана ограничить тастаған еді. Мен заявление жазған едім, типа, ой, ограничить етпесеңдер, чё, мен істегім келеді, давайте қайтып ашыңдар, нормально қараңдар, вроде бәрі нормально ғой деген заявка тастағам. 24 сағат ішінде жауап береміз деген еді. Бүгін жауап берді, собственно, и, короче, полный заблокировать етті. Короче, мына жерде көрсетем. Осындай не бойынша, заявка бойынша заблокировать етті. Информация о неконтрафактных товарах деген дей ма. Короче, типа, брендовый товардың репликасын рекламировать етуге болмайды екен. Біздікі, собственно, сол репликасы ғой, бірақ качественный репликасы, но болмайды деді и полностью заблокировать етіп тастады. Қазір басынан ашамыз, білмеймін, Unity KZ деп па, или Unity Shop деп па, көреміз, Unity KZ қып ашсақ, қайтан Unity KZ қып ашам. Короче, қайтан пробовать етеміз, блин, жалко, конечно, 24 адам уже сделал қойды, уже 24 подписчик бар еді, и реклама жасаған ем, 1800 охват жасаған еді даже, бірақ жауып тастады. Ладно, жиналу керек, и өзім айтқандай алда көп қиындық болады дегенем ғой, бұл сондай қиындықтардың бірі шығар. Короче, неде болса тоқтамау керек, и қазір қайттан ашамыз, қайттан инстаграмға кіруге тырысамыз. Біріншісін бітірдім, Нұрғазы қазір әлі сөйлесіп болып бітірдім еді ғой десем, уже біреуін бітіріп тастады. Қазір мен түсірем деп енді қоям дегенше уже екіншісін бітіріп тастайды Нұрғазы. Давай, тутор от Нұрғазы. Қалай істейміз, Нұрғазы? Осылай ма уже? Істесің. Ай, сен тутор түсірмейсің, ау деймін. Ай, саған тутор түсіруге болмайды ау деймін. Істесің. Көз ашып жұмасың, уже дайын болып қалады. Ас жағынан, астынан барынша майыстырып отырсасын. Үсті майысып кетсе, анау жабылмай қалады да ше, менікінде сондай болды өткенде. Чё? Да? Всё? Дайын. Естесің. Вот так пойдешь. Бірақ қарап, хотя качествосы жақсылау, чем өткендегі қарап, қандай кусок, отламывающий кусоктар жоқ та. Но вроде бір не. Короче, бізде мынандай проблема емес, бір жағынан проблема. Блин, короче, симайды, мына аяқ киім дәу 45-ші размер. Жабасың болмай төнбейіп тұрады, мына коробка дұрыс жабылмайды. Байынан төнбейіп тұрады, жапсаң коробканың быт шығады, мызылмайды, бүтілі болып қалады. Наконец-то әдем номер алдық. 78. Айтпасай? Айтпаймын. Не, анан блюртен өлең қойсы номер көріп қойсы. Итагон 78 дейм. Зато күшті номер өңі. 4 магазин, 5 магазин аралап алдық па. Біреуінде нормальный номер жоқ қожа. Заказ береміз ғой деп ойлағанбыз. Крутой номер 4,5 теңгеге. 4,5 теңге, а бізде на счете минус 200 теңге. Блин, 1000 теңгеге қымбатқа номер өтті. Бұрын 25 теңге кезде 40 номер алып қазір сатқанда еді. Теледа 25 теңгеден болған еді ғой. Мектептің алдында сатқан еді. Менде сол номер ғой, 56-59. Содан ағасың ба, не? Әлі бар ба, не? 9-шы класстағы мен. Әрине, сим-картаны бостан-бос алған жоқпыз. Өткен жолғы Unity.kz-ті мен өзімнің ескі Билайн номеріме ашқан болады. Сәйкесінше ол блокқа түскеннен кейін ешқандай менің номерім қалмады. Және балдардың барлық номерлерінде өздерінің инстаграмдары болды. Сәйкесінше басқа ештеңеге аша алмады. Және де бизнес бастағаннан кейін сенікін менікін демей ортақ бір сим-карта алу керек деп шештік. Сәйкесінше оған жаңа Инстаграм аштық, WhatsApp бизнес аштық, кстати. Сосын әзірге TikTok ашқан жоқпыз, бірақ ойда TikTok та және Telegram да ашу бар.
Әрине инстаграмды бірінші ашқандағындай unity.kz қылып ашу мүмкін болмады, бірақ қатты алыстамай unity_kz қылып аштық. Және де ашқаннан кейін өткен жолы жасаған қателіктерді кетірмей посттарды дұрыстап, брендтің маркасын және атауын атап өтпедім. Неге қуанышты болып тұрғанымды таба алмайсыңдар. Тауып көріңдер, оған айта саламын. Короче, кроссовкаға наконец-то заказ берді. Nike Air Force аққа 41 размерге. Мен еще сумкамен баратым. Короче, екеуін алып баратым. 41 и 42. Размерден сәл күмәнім бар, конечно. 41 точно 41 ма деген. Өзіміз вообще киіп көрмедік, если честно. Собственно, сол үшін екеу алып баратырмын. Заказ берген адам менен. Точно таңдап алсын өзінің размерін деп. И группаласым заказ берді. Баха. Короче, екіншісін алып баршылым себебі еще тағы типа сарафанный радио. Там тағы да содан алып атқан бір басқа группаластарын біреулер көрсе, жодан деп, может олар да алады. Тура аяқ киін сататындар сияқты. Өзің шақ-шақ тұрды. Қыстырған жоқ аяқ. Жоқ, мен негізі бұлай аяқ киіммен ғой, бұлай аяқ. Контент қой мен етін қой. Все, давай. Так. Все, болды. Паха. Кетті, жоқ. Так, давай осы пакетке саласың, хорошо. Короче, наконец-то продажа жасалды. Бірінші кроссовканы саттық. Таныс адамға әрине. 1000 теңге түсіп, конечно, но уже процесс идет. Бірінші сатылым жасалған сол күннің кешкісінде тағы да бір сатылым болды. Екінші аяқ киімді бөтен адам емес, өзінің анам алды. Онсыз да өзіне аяқ киім алғысы кеп жүрген, бірақ басқа жерден алғанша сендерден аламын, кәсіптерімді қолдаймын дегендіктен мен өз ақшама оған сыйлық ретінде әпердім. Ол өзіне 40 размердегі Nike Air Force'тарды алды. Конечно, мен ондай нәрсеге істемеймін, бірақ үйдегілер пачин істе деп қоймай қойды, соған істейін деп жатырмын. Короче, типа десең типа жылыстығы дейді, асқар сатылады. Короче, вот мені пачин істедім, апа қараваңыз, мені істеп жатырмын. Бағаналы бері апа, давай пачин істе жылысты болады деген еді. Осылай істейді дұрыс па? Жылыстығысын дейді, базарда бар. Мен істедім апа. Хей, әзірге осы достым, видеоны көргенің үшін рахмет. Алда не болатынын келесі сериядан бақылайсың. Алда өте қызық болады. Ойымызда көптеген қызықты идеялар бар, тіпті жаңа жобалар да болуы мүмкін. Сол себепті каналға жазылып, қоңырауын басып кетіңдер.